Саламатсыңдар ма балалар? 2-ші сыныптың қазақ тілі пәні 81-ші сабақтың тақырыбы жұрнақ пен жалғау. Бүгінгі сабақта сендер жұрнақ пен жалғауды ажыратуды үйренетін боласыңдар. 72-ші жаттығу. Тақырыбына қарап, нұсқаулық мазмұнын болжа және түсініп оқы. Денің сау болсын десең. Үйге таза ауа көп кірсін. Күннің сәулесі шуағы түсіп тұрсын. Сау болу үшін таза ауа, күннің шуағы керек екенін ұмытпа. Тұла бойыңды, ең болмағанда мойныңды, көкірегіңді, арқаңды күнде салқын сумен жуып тұр. Жылы мезгілде суға көбірек шомыл. Өзіңді, тамағыңды таза ұста. Ішкен, жеген сайын аузыңды тазалап шай. Аузыңды таза ұстасаң, тіс ауруының көбінен құтыласың. Таза ауада, сыртта көбірек серуенде. Өте жылы киінбе, басыңа жеңілдеу нәрсе ки. Денеңді тар киіммен, белбеумен, түрлі баумен байлап қыспа. Аяқ киімнің өкшесі жалпақ, аласа болсын. Биік өкше өте зиянды. Киімің, әсіресе шұлығың суланса, тез арада шешіп тастап құрғақ киім ки. Халел Досмұхамедов. Автордың айтқысы келген негізгі ойды тап. Автордың айтқысы келген негізгі ойы адамның өміріндегі ең маңызды денсаулыққа көңіл бөлу. Өзің осы айтқандарды орындап жүрсің бе? Иә, мен әрқашан тазалық сақтауға тырысамын. Дәптермен жұмыс. Нұсқаулықтың бірінші бөлігін көшіріп жазып, заттың атын білдіретін сөздерді сөз құрамына қарай талда. Бұл жерде заттың атын білдіретін сөздер үйге, ауа, күннің сәулесі, шуағы. Енді сөз құрамына талдаймыз. Үйге, үй, түбір, ге, бар септігінің жалғауы. Ауа, түбір, күннің, күн, түбір, ның, ілік септігінің жалғауы. Сәулесі, сәуле, түбір, сі, тәуелдік жалғауының үшінші жағы. Шуағы, түбірі, шуақ, тәуелдік жалғауының үшінші жағы. Төртінші бөлікті басшылыққа алып, тазалықты сақта. Тақырыбында нұсқаулық құрастырып көр. Тазалықты сақта. Тісіңді әрқашан таза ұста. Таңертең және жатар алдында тісіңді жууды ұмытпа. Жылына 2 рет тіс дәрігеріне қаралып тұр. Күн ара суға түсіп тұр. Суға түскен сайын таза киім киюді ұмытпа. 73-ші жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз. Жан дүнием ізгіліктен жаралған, жүрегімнен күн шуағы таралған. Адамдарды ардақ тұтып, аялап, тек жақсылық жасай беру бар арман. Абдрахман Асылбек. Мына жерде ізгілік деген сөз берілген екен. Ізгілік деп отырғанымыз адамның бойындағы асыл қасиеттердің бірі. Ол келесі адамға тек қана жақсылық, қамқорлық жасауды білдіреді. Қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына қарай талда. Ізгіліктен, түбірі ізгі, лік, жұрнақ, тен, жалғау. Жүрегімнен, түбірі жүрек, жалғау, нен, жалғау. Адамдарды, түбірі адам, дар, жалғау. 74-ші жаттығу. Берілген сөздерге жұрнақ пен жалғауды қатарынан жалғап жаз. Таза, біл, дойбы, жаңа. Таза түбіріне лық жұрнағын және жалғауын жалғадым. Түбірі білім, жұрнақ, жалғау. Дойбы, түбірі дойбы, жұрнақ, жалғау. Жаңа, түбірі лық, жұрнақ, жалғау. Сөзге жұрнақ пен жалғаудың қайсысын бұрын жалғадың? Өзің осыдан қорытынды жасап көр. Жасаған қорытындыңды төмендегі ережемен салыстыр. Түбір сөзге жұрнақ та жалғау да жалғана береді. Алдымен жұрнақ, содан соң жалғау жалғанады. Шығармашылық үзіліс. 75-ші жаттығу.
деніңнің сау болуы өзіңе байланысты тақырыбындағы пікірталасқа қатыс. Ол үшін төмендегі талаптарды басшылыққа ал. Өз пікіріңе нақты дәлел келтір. Пікіріңнің дұрыстығына басқаларды сендіре біл. Денің сау болуы өзіңе байланысты. Жаман әдеттерден аулақ бол. Салауатты өмір салтын ұстау керек. Дүкендегі зиянды тағамдардан бас тарт. Мысалға, фастфуд, чипсы, газдалған сусындарды көбірек ішпе. Дәруменге толы тағамдарды же. Көкөністер мен жеміс-жидектерде дәрумендер өте көп. Үйде теледидар, компьютер, телефонда отыра бермей, таза ауада көбірек жүр. Әрдайым белсенді болып, қозғалыста болу керек. Жеңіл спорт түрі мен жаттығуларын әрдайым жасап тұр. Үнемі денеңді, киіміңді таза ұста. Дені саудың жаны сау. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.